Ассаляму алейкум, сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен үй жағдайында кереметтей сүзбеден бәліш жасайтын боламыз. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп, мен осылай қолдың сармайын қостым. Кез келген май болады. Қант қосамыз. Құрғақтай бәрін жақсылап араластырып елеп аламыз. Одан кейін қаймақ қосамыз, қопсытқыш қосамыз және 2 дана жұмыртқа қостым. Мен үлкен ыдысқа жасайын деп жатырмын. Егер сіздерде кішілеу ыдыс болса, осыны бір есе азайтып қосасыздар ғой, қоспасын бәрін. Міне, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шықты. Осыны салмасы дайын болғанша холодильникке қойып қоясыздар. Енді сүзбе, кез келген сүзбе болады. Ең бастысы тәтті болмау керек. Қант, жұмыртқа, қаймақ және кішкене ванилин қосып жібердім. Бір келкі масса болғанша осылай езіп аласыздар. Егер үйлеріңізде блендер болмаса, қолмен ессеңіздер болады. Міне, қамырымызды толықтай ыдысқа шайып шығамыз. Мен осылай тесіп шықтым асты жақтарын. Енді салмасын құйып, 150-180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Ең бастысы үйіңіздегі пешіңізге байланысты тексеріп тұрыңыз, сарғайып өзі солай піседі беті бәрі. Менде свежий малина болмады, бірақ мен тосабын салдым. Сол үшін сіздерге де айтар кеңесім, үйде қандай затыңыз бар, сонымен әрлеп, сәндеп салуларыңызға болады. Кесіп сіздерге көрсетейін. Менің отбасым бұл пирог емес, кәдімгі торт қой деп жатыр. Чизкейктер болады ғой, сондай керемет, нәзік, жұмсақ болып шыққан ғой. Аяқ астынан қонақ кеп қалса да тез дайын болады. Бұлай простой көрінбейді, дәмі бір ерекше болып шығады. Сіздер жасап көріңіздер. Содан кейін өздеріңіз бөлісесіздер. Қалай шықты? Міне, керемет болып шыққан ғой, қараңыздаршы. Жұмсақ қамыры ең бастысы, ортасындағы салмасы өзінің формасын жоғалтпай, әдемі болып шыққан міне. Ең бастысы ыстықтай кеспеңіздер, суытып 1-2 сағатқа холодильникке сап қойсаңыздар керемет болады. Енді лайк басып, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын. Сіздермен бірге болған Айжан Айтқалиқызы.